Жақсы. Сабаққа деген ынтамыз қандай? Жақсы. Дайынбыз ба? Иә. Ал олай болса сабағымызды қалай бастаймыз? Өте жақсы көңіл күйменен бастаймыз. Әрине біздің көңіл күйіміз шар көтере ме балалар? Иә. Әрине шар біздің көңіл күйімізді көтереді, иә? Міне сондықтан бірінші сендерді сабағымды бастамас үшін алдыменен 3 топқа бөлу үшін шарлардың әдемісін сендерге дайындап қойдым. Осы жердегі шарлардағы өздерінің қалаған әдемі, өзіңе ұнаған шарлардың істерін істейсіздер. Содағы стикерлерді ала отырып, жайғасаңыз кәнекей. Жасылдың келді. Қызыл шартаңда ала келді. Көп қорапқа келіп жайғасаңыз кәнекей. Яғни табиғатта заттардың түзілуі, жасанды заттар. Бұндағы оқу мақсатымыз балалар, сендер бүгін сабақта не үйренесіңдер? Себебі жасанды заттар нелерден тұрады, табиғи заттар неден тұрады? Соларды ажырата білетін боласыздар. Ал енді біз жаңа сабағымызға кірмес бұрын бірінші қалай бағалаймын және үй тапсырмасын сұрап аламын, иә? Бірінші сендерді бағалау үшін мына стикерлерді сіздерге беріп отырамын. Әрине, топ басшылар. Кәні топ басшыларды сайлап алыңыздар, кім топ басшы? Ахмет, Ақнұр, және Айкен. Мінекей, сіздерге стикерлерді беремін. Сіздер әр топтарда кім сабаққа қатысып сөйлеп отыр, сол топқа не істеп отырасын? Жабыстырып отырасын. Стикерлерді. Мінекей, 3 топқа, 3 топ басшыға беремін. Әрине. Енді қараңыздар, балалар. Осы смайттар арқылы сендер келесі соңғы сабақтарды бағалайтын болады. Жарайсыздар. Енді бері қараңыздар. Бүгінгі үй тапсырмамызды пысықтау үшін сіздерге мен мына әдіс-тәсілді қолдануым деп отыр. Ол әдіс-тәсіл бізде күй сандық деп аталады. Әрине күй сандық, мынау біздің күй сандық қысқаларымыз. Мен қазір күй қойған кезде күй ойналады. Осы сандықта әр бала өз қолына күй ойнағанды бере отырып, күй тоқтағанды кімнің қолында қалады? Сандықша ішіндегісін ашып, сұрағын алып, жауап береміз. Кейін арғылай солай жалғасып кете береді. Келесі топқа бер, жалғасып кете береді. Кәнеге сене бастаймыз, қазір күйімізді қойып алайын. Бейметалл дегеніміз ол жылтырамайтын және жасанды затқа жатады. Дұрыс па балалар? Ал, мына топ. Қалайына сынап қылышытады. Бейметаллар, жақсы жарайсың.
Алтын қандай металл? Алтын қандай металл? Ол жылтырайтын металл, жылтырайтын, шірімейтін, созылмалы, тоқ баспайтын, бағалы тас. Ол 1 грамм алтынмен 2 километр сым созылы болады. Тамаша. Қазақстанның алтыны қоры бойынша, дүние жүзі бойынша нешінші орында? 6-шы орында. 10-шы орында. Алтыма орында? 10-шы. 10-шы орында екен, жарайсың. Ал енді балалар, біз осы үй сандығы арқылы біз немізді үй тапсырмасын сықтап алдық, иә? Енді балалар, біз жаңа сабағымызға көшейік. Кәнеке, топ басшылар жауап берген оқушыларға стикерлерін жабыстыруды ұмытпаймыз. Алдарыңызда тұрғанда стикерлерді алып тез-тез жабыстыра береміз. Жарайсың. Ал келесі. Енді балалар, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы қандай еді? Табиғатта заттардың түзілуі және жасанды заттар. Жалпы біз бүгінгі сабақта жасанды заттар және табиғи заттарды ажырата білеміз. Мен сендерге видеоролик дайындап келіп едім. Кішкене дауысы бәсеңдеп отыр. Барлығымыз тыныштап пен жақсылап тұрып видеомызды көріп алайық бүгінгі тақырып бойынша. Себебі бұл видеода келген әрбір айтылған нәрселер сіздердің әрбір тапсырмаларыңызға керек болады. Яғни түрлі тапсырмаларды орындайтын боламыз.
дегенін ала отырып, өзгерту жолдарымен жасалынған зат. Яғни біз құрамына қарай отырып, әрбір тағамды мұқият қарап оқып, содан кейін бір пайдаланғанымыз жөн. Әрине, адам денсаулығы, яғни өзіне ғана қажет. Яғни әр адам өз денсаулығын сақтауымыз керек. Енді балалар, біз көріп, видеомызды тыңдап, болып қоя, түсіндік па балалар? Сабақ бойынша. Енді бірінші сендерге мен мына жұрттас орнаттым деп отыр сіздерге. Міне, ойлан, жұрттас, бөліс. Яғни мен сендерге мынандай тапсырмалар беремін. 3 түрлі тапсырма. Бірінші топ заттарды жалпы сипатына қарай мына кестелерді естисіздер, толтырасыздар. Ал екінші топ. Бірінші топ. Сипаттайсыздар. Екінші топ суреттерді анықтап мәлімет бересіздер. Үшінші топ жану сипатына қарай заттарды кестеге не істейміз? Топтастырасыздар. Ал сіздерге 3 минут уақыт беріледі. Сіздер жұмыс жасап келгенде мен сіздерге мұғалім менен өткіземін. Табиғиға мақта, жүн, жібек жатады. Мақтаның иісі шықпайды, бірақ қалдығы күл қалады. Жүннің иісі шығады, бірақ қалдығы кішкене қалады. Жібектің иісі шықпайды, қалдығы қалмайды. Жасанды. Ол вискоз. Вискоз жартылай табиғи. Оның иісі шығады, ал қалдығы да қалады. Ацетат. Оның иісі шығады, және қалдығы да қалады. Синтетикалық қалдықтарға карбон және вапша заттар шығады. Жаққан уақытта иісі шыға ма? Жаққан уақытта. Иісі шығады. Және қалдығы қалады. Ал вапшада иісі шығады және қалдығы қалады. Дұрыс па балалар? Өте тамаша. Біз жаңағы қалдықтарды жаққан уақытта иісі бар ма? Табиғи талшық деп өсімдіктер мен жануарлардан алынған жүн, тағы да басқа заттарды айтамыз. Оларға зәйтүн, мақта, зығыр жатады және асбет жатады. Асбет жатады. Шикізат, тас, көмір, капрон, тамшыға алынады. Бұлар неге жатады? Синтетикалық талшықтарға жатады екен, иә? Синтетикалық нәрселерден жіптерді, арқандарды шығаруға пайдалануға болады. Яғни синтетикадан да жіп жасауға бола ма екен балалар? Жасауға болады екен, иә? Өте мығым, бірақ оның сапасы төмендеу болады. Жақсы, өте көпті шықпайды. Жарайсыңдар, екінші топта жақсы жауап берді. Сипаттама береміз. Бірінші заттағы каучук. Бұл
екінші пластмасса ол жасанды оның шыны қатыстарда созылушылық және иілгіш қатерлі материалдар. Пластмассада жасалған ыдыстар өте көп, иә? Мысалы, ата-анаңыз қандай ыдыстарды айтсаңыз? Біз қолданамыз. Біз оларға тамақ салуға, заттарды көп уақытқа ұстауға. Ойыншық жасаймыз ба? Ойыншықтар жасайды пластмассадан, иә? Бұл жерде иілгіш жалпы жерде топ болады. Ол синтетикалық және табиғи жүктің түрлері ол иілгіштік формалық және тағы басқа. Жоқ болған заттарды және яғни мақтадан да жіп жасамызға болады екен, жасамызға болады екен. Тамаша, жарайсыздар. Жалпы суреттерге тауып, оларға сипаттама бере алыңдар. Жарайсыздар. Ал енді балалар, біз қошеметтеу арқылы тыңдадық қой топтарды. Бірінші топқа қандай смайликті көрсетер едіңіздер? Жақ, орташа, жақсы, немесе төмен деген бірінші топтың тапсырмасына. Қанекей, баға беріп жіберейікші. Өте тамаша екен, иә? Ал екінші топтың тапсырмасына қандай баға берер едіңіздер? Өте тамаша. Үшінші топқа? Өте тамаша. Себебі барлығымыз анықтап, жаңағыдай сипаттап бере алдық, иә? Ал енді балалар, келесі сіздерге тапсырма, жұптық жұмыс жасаймыз. Кел, бірге жасаймыз. Сіздер үш топқа, үш түрлі тапсырмалар беремін. Сіздер жұп болып бірге несіншідер тапсырманы орындайсыздар. Мінекей, жұп болып. Бірінші топ сіздерге тест тапсырмалары жұп болып жасайсыздар. Үшінші, екінші топ сіздерге сәйкестендіру тапсырмасы. Түсінікті ғой, иә? Жұп болып жұмыс жасаймыз. Бірінші сұрағын оқып, одан кейін бірінші несін ғана айтамыз, жауабын ғана. Келесі екінші. Екінші табиғи заттар деген қалай түзеледі? Табиғи жолмен. Яғни табиғи жолмен екен. Үшінші сұрақтардың сіздер жауап берсеңіздер. Ағаш орындық. Қалғандары қандай екен? Кір жуғыш, лак, пластик екен. Жарайсыздар. Үшінші топ жұптарымызбенен біреуіміз шешуге қандай сөз шықты? Жүннәски. Ал сіздер таптыңыз. Кім сипаттап береді? Басқа жұп сипаттап берсін. Жүннәскидің пайдасы, зияны. Ол табиғи ма және жасанды ма? Кім сипаттап береді? Барлықтарыңызға жүннәски шықты ма? Топтарыңызда? Жақсы. Үшінші, екінші топ. Сіздерге сәйкестендіру. Қан, қызылша. Бірінші сұрағын өтпекші? Жасанды зат пен табиғи фиксі зат сәйкестендіріңіз. Қан, қызылша. Келесі жұп. Келесі табыңыз ашқан. Шыны. Бізде шыны құмнан жасалады. Келесі тағы сіздер. Бензин, мұнай. Бензин, яғни мұнайдан алынады.
Өте тамаша. Қанекей көрейікші. Енді тапсырмамыз дұрыс па тақтаға қараймыз. Қанекей бірінші топ табиғатта түзілетін барлық заттар дедіңіздер, иә? Дұрыс екен ба? Дұрыс. Келесі үшінші топ. Жауаптарымыз жүнмәскей шықты, иә жаңыңдер? Яғни сипаттап бердік. Жалпы балалар бұл сабақта, яғни жұртпен жұмыс жасай отыра, біздер әрбір заттың өзіндегі сабаққа тыңғылықты түсініп тыңдағаннан келеміз, иә? Енді келесі тапсырмамыз балалар. Енді жеке жұмыс жасаймыз. Бұл жерде сабағымыз жалпы бүгінгі сабақ бойынша жеке жұмыс әр бала өзі үшін жұмыс жасайды. Мен оған тосын сыйлықтарын іздедім, дайындап келдім. Әрине бұл тосын сыйлықтарына кімдер шығады? Соны анықтап алайық. Кәдеге қолдарыңызда стикерлер ең көп оқушы бар ма араларыңызда? Бүгінгі сабаққа жақсы қатысып стикер көп жинаған оқушы. Кәдеге кім? Екеу, біреу. Үшеу жинаған бар ма араларыңызда? Кәдеге? Димош бізді Дінмұхамедіміз 3 стикер жинаған екен. Сіз мынаның ішінен өзіңіз қалаған сыйлықтардың біреуін аласыз. Ішіне шыққан затты жасанды ма әлде табиғи ма, соны ажырата білесіздер. Және пайда зиян болса айтып кетсеңіздер болады. Ал қайсысын таңдайсыз? Өкені таңдадық. Ал ашып қарайық. Ішінде ойыншық. Ал ойыншық жасанды ма, жоқ табиғи ма? Бұл жасанды зат. Неден жасалынған? Бұл пластмастан. Пайда зиянын білесіз ба? Пайдасы бұл, мысалы біздің адамыз жылап жатса, осы ойыншықты ойнатуға болады. Ал зияны ше? Зияны бар ма? Зиян жоқ. Зияны бар ма жоқ па балалар? Бар. Кішігірім, иә? Яғни сапасына көбірек, жаңа сапасына қарасақ. Негізі зияны кішігірі болмаса, яғни пайда балаларды жұбату дейді. Өте дұрыс. Енді ол сыйлықты өзіңізге қалдырсаңыз болады. Сізге ол. Ал енді келесі екі ұпай. Кәнекей. Үшеуі бар. Ахмет. Кәнекей. Ақпарат. Ішіне не шығар екен? Үш шығарғыш. Үш шығарғыш. Үш шығарғыш ол жасанды. Үш шығарғыштың пайдасы, мысалы, қарындашыңыздың ұшы сынып қалса, ұшын қайта шығаруға болады. Ал бұның сырты жоқ болса, ыстыртқан кезде қолды ойып кетуі мүмкін. Кесіп кетуі мүмкін, ойып кетуі мүмкін. Ауызға салуға бола ма пластмасс заттарды? Салуға болмайды. Яғни пайдасы бұл? Пайдасы қарындашты барлық ұшын істеп аламыз, шығарып алады екенбіз, иә? Жарайсың, өзіңізге қалдырыңыз. Тамаша сұрау. Ал келесі мына топта да бар ма? Екеу, үшеу жинаған. Ақылы үшеу жинаған екен. Ал енді сіз таңдаңыз ішіне бездірген қорыққан. Бұл жіп. Бұл жіппен біз клей, қолға, нәсіп етуге болады. Бұл табиғи затта болады, жасанды да зат. Табиғи зат. Бұны біз қойдың жүнінен істеуге болады. Бірақ мынау қолымызда ұстаған қойдың жүнінен ба, жоқ синтетика ма? Синтетика. Синтетика, бірақ жіптер түрде болады, жасанды жалды. Бірақ мынау синтетикалық жүйені. Пайдасы мен зияны? Пайдасы біз бұнымен түрлі өзімізге керек қайтарды тігіп алуымызға болады. Зияны бұның сапасы дұрыс болу керек. Десем, түрлі аллергиялық денең. Жарайсың, өзіңізге алды. Ал екеу, мына топтан. Екеу жинағандар бар ма екен? Үшеу, екеу. Қане? Қалай? Қағазбен қағазды жабыстыруға болады және қағазға түрлі ойыншықтарды жабыстыруға болады. Ал бұның зияны біз бұны қолданғаннан кейін қолымызды жумай ас ішетін болсақ денсаулығымызға зиян. Ал бұл жасанды ма, жоқ табиғи ма? Бұл жасанды. Жасанды. Түрлі химиялық жолдарменен жасалынған екен, иә? Жарайсыңдар. Ал қайсы топтан? Сіздерді көрейік. Сіздерді екеуге таңдаңыз. Бұның ішіне алма шықты. Алма бізде табиғи зат. Біз алманың пайдасы біз
бұл бізге көптеген пайда тигізеді. Алманың құрамында темір витамині бар. Ол арқылы біз алманы жесек, бізге пайдасы біздің энергиямыз және де өзіміздің әлсіреуімізге байланысты біздің денсаулығымызды сақтап қалады. Алманың зияны жоқ. Алманың зияны жоқ. Алма бізге өте пайдалы. Көтеріп қарнымыз тояды. Енді жасанды ма, табиғи ма? Табиғи зат. Бұл біздің еккен ағашымыздан өсіп шығады. Өте жарайсыз, дұрыс. Ал соңғы біздің қорапшамыз қалды екен. Онына бірінші топтағы кім екеу жинады екен стикерлерден ең сабаққа қатысып отырған. Ал, Нұрсия. Бұның пайдасы біз бұны жесек, бұның ішінде витаминдер бар. Бұның ішіндегі витаминдер біздің ішкі құрылысымызға пайдасын тигізеді. Ал бұның зияны біз бұны көп жесек, бұл біздің асқазанымызда ауруы мүмкін. Және бұл табиғи зат. Яғни бұның зияны бір пайдасы. Ал оның зияны көп тұтынбайтын ба? Жарайсың. Ал сыйлық өзіңмен. Жалпы жасанды және табиғи заттары қандай екен тосыннан алған сыйларыңыздан байқап жауап бердіңіздер. Өте тамаша сабақтарыңыз. Жауаптарыңызға да жарайсыңдар дейміз. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, мен сіздерге бірнеше сұрақтарды бүгінгі өту бойынша сұрақтарды қояйын. Жауап, қол көтеріп жауап береміз. Жарай ма? Бірақ та топ басшылар жаңа жауап берген оқушыларды стикерлерменен бағалап отырыңыздар. Соның барлығын қосып, біз не істейміз? Топтан бағасын шығарамыз соңында. Ал бүгінгі сабақ бойынша заттар неше топқа бөлінеді? Бүгінгі өткен бойынша? 2 топқа бөлінеді. Табиғи және жасанды. Ал жасандыларға нені жатқызамыз? Жасандыға біз синтетикалық заттарды жатқызамыз. Мысалға, біз жіпті, ол синтетикалық жіп және де табиғи жіп болып екіге бөлінеді. Синтетикалық жіпті біз адамдар өздерінің қолдарынан жасайды. Ал табиғи жіпті біз қойдың немесе басқа да бір жануарлардың жүні арқылы, иіру арқылы біз жіп жасай аламыз. Тағы да басқа көптеген заттардың барлығы жасанды заттар. Ал енді табиғи заттар дегенімізде және олар неге жатқызамыз табиғи заттар? Табиғи заттарға көмір, алма және ағаш соларды жатқызамыз. Өйткені ол табиғаттан шыққан заттар. Ал гмо дегенімізде кім жауап береді? Апай. Гмо деген ол мысалы бір нәрсені жейтін болса, оның сыртында гмо деген жазу болса, ол асқазанға зиян немесе басқаша аллергияларды беруі мүмкін. Өсімдіктер мен жануарлардың несінен пайда болған екен ол? Гендерден алынған, қосындысынан алынған екен. Ал енді келесі сұрағымыз бүгінгі сабақ бойынша Е деген мағына не білдіреді? Ахметтен басқа. Ақнұр. Европа. Ол нелер? Әрбір заттың сыртындағы кодтар болып саналады екен, Е дегеніміз. Ал енді балалар, бүгінгі жаңа сабағымыз түсінікті ма? Түсінікті болса, кәнекей сабағымызды қорытындыладық. Енді біз қолымыздағы стикерлерді санайықшы екен. Қанша стикер кім қанша жинады? Екінші топ 18 стикер жинаған екен. Сіздер бірінші топ қанша стикер жинадыңыздар? 16 стикер жинадыңыздар. Сіздер қанша стикер жинадыңыздар? 15. Соныменен бүгінгі сабақтың топ бойынша жеңімпазы екінші топ 17 ұпай жинап отыр, 18 ұпай жинап отыр, бірінші орынға шықты. Қошеметтейміз кәнекей. Ал екінші орын 16 жинап Ахметтің тобы, яғни бірінші топ жинады кәнекей. Шапалақ қошеметтейміз. Ал үшінші топта 15 жинап Ақнұрдың тобы үшінші орында иемденді. Барлықтар бүгінгі сабаққа өте тамаша, әдемі қатыстыңыздар. Яғни бүгінгі сабақтан алған әсерлерімізді кері байланыс жасап өтсек болады, балалар?
енді сіздерге кері байланыс арқылы мен оқушының үнін тыңдағым келіп отыр. Мынау бізде кері байланыс еркін микрофон. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңіз ұнаған немесе ұнамаған, қай әдіс тәсіл, қай тапсырма сіздерге ұнады. Соны өздеріңіз еркін ойларыңызды тыңдап өтсек деп ойлаймын. Бүгінгі сабақ алған әсеріңіз ұнады ма, жоқ, ұнамады ма? Маған бүгін сабақ ұнады. Бұл тақырып табиғи және жасанды заттар деген тақырып. Қай әдіс тәсілдер ұнады мысалы? Қай тапсырма ұнады саған? Маған плакаттағы тапсырма ұнады. Жұмыс жасау, я топпен жұмыс жасау. Топ жұмыс. Өте тамаша. Ал келесі топ. Сіздерде бар ма басқа сөйлейтін? Кері байланыс жасайтын. Ал сіздерде ша. Апаймен айтайын. Нұрислам. Бүгінгі тапсырмада маған ұнағаны бізде топтық жұмыс ұнады. Өйткені біз топтық жұмыста топ болып ойласу арқылы достығымызды жарасып, әрі ақылдылығымызды, білімділігімізді сынай отырып, біз өзіміз білім жинадық. Және де бізде бүгінгі сабақ маған өте қатты ұнады. Бүгінгі сабақта маған тосын сый ұнады. Өйткені біз мысалы бір зат шықса, соның жасанды немесе табиғи заттарды ажыратуды үйренеміз. Тосыннан шыққан сый ұнады деп. Тағы кім сөйлейді? Маған бүгінгі тосын сый кезеңі ұнады. Себебі тосын сый кезеңінде түрлі заттарды біз ажыратуды үйрендік. Ол табиғи немесе жасанды деген үйрендік. Бүгінгі сабақ маған қатты ұнады. Ал келесі үшінші топтың ұнын тыңдап келші. Ребусты шешкендеріміз бар. Себебі суреттерге қарап біз не істейміз? Кішкене ізденеміз, иә? Тағы да бүгінгі сабаққа деген өзің көңіл күйің қандай болды? Ақнұр? Маған күйсандық. Күйсандық, иә? Күйсандық ұнады. Оның ішінен шыққан сұрақтарға біз жауап беруіміз керек. Біз одан түрлі ақпараттарды жинадық. Тағы да кім? Қайсылар сөйлейсің ба? Кім сөйлейді? Сөйлейміз ба? Болдық па? Яғни бүгінгі сабағымыз күйсандық үйдің біреулеріңізге топтық жұмыс, ал кейбір біреулеріңізге жаңағы тосын сыйымыз ұнап жатыр. Өте тамаша. Ал енді балалар, үйге біз осы жаңа сабақты не істейміз? Жасанды және табиғи заттардың жасалу жолдарын жазып келеміз. Яғни кішігірім эссе жазып келеміз. Ал сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.